Сәлем қыздар, бүгін L размерлі органайзер тігеміз. Ол үшін бізге прозрачная клеенка, қалам, сызғыш, ролик пышақ, немесе бұндай болмаған жағдайда қайшы қолдансаңыздар болады. Қысқыштар, бұны канцтовар дүкенінен алсаңыздар болады. Спанбонд 2 сантиметрлік, немесе лента, косая бейка қолдансаңыздар болады. Енді алдымен бізге керек мөлшерді өлшеп, қаламмен сызып, қиып аламыз. Бұл жерде ролик пышақты қолданатын себебім түзу әрі тез болады. Сіздер қайшымен қисаңыздар болады. Бізге L размер тігу үшін керек мөлшерді қиып аламыз. Ол дегеніміз 31-де 10-нан 7 штук, 40-та 12-ден 2 штук қиып аламыз. Енді шеттерінен осылай қыстырғышпен қыстырып алсаңыздар болады. Спанбондты, косая бейка, лента қолдансаңыздар болады. Енді осы қыстырғыштарды бір-бірден алып отырып, тігін машинасында тігеміз. Шеткі жағынан асықпай отырып тігесіздер. Кейін қолдарыңыз үйренген кезде қыстырғыштарды қолданбауға да болады. Бөлшектерді ұзындықтары бойынша тігіп шығамыз. Осылай тізбектеп отырып тігуге де болады. Одан кейін орталарын артық жіп, артық спанбондты қиып тастауға болады. Мінекей барлық бөлшектердің үстіңгі жағын ұзындығы бойынша қиып алдық. Енді арасы 5 сантиметрлік болатын 7 нүкте белгілеп аламыз. Енді осы нүктелердің үстіне бір-бір ортаңғы бөлшегімізді тігіп шығамыз. 31-де 10-дық мөлшердегі бөлшектерді бірінші нүктеге біріншісін тігеміз. Бас жағында закрепка жасаймыз, және де аяқ жағында. Закрепка дегеніміз тігін машинасында алдыға, артқа, тағы да алдыға жүру. Сонда сөгілмейді. Міне екінші нүктеге екінші бөлшекті тура осылай тігіп шығамыз.
бірінші бөлшегімізді тігіп болдық. Енді екінші қабырға жағына ауыстырамыз. Соңғы тіккен бөлшекті бірінші нүктеге тігеміз. Закрепка жасаймыз басында және аяғында. Артық жіптерді бірден қиып отырамыз. Енді екінші нүктеге келесісін тігеміз. Солай соңына дейін тігіп шығасыздар. Мінекей тігіп болдық. Енді сыртқы жағынан тағы бір бастырып жүргізіп шығамыз. Сонда органайзерларымыз түзу тұрады, әрі мықты болады. Мінекей екі жағында тігіп болдық сыртқы жағынан. Енді біз органайзердің астыңғы бөлшек жағынан ұзындығын өлшейміз 37 см, биіктігі 12. Қосқанда 61 болады. Ұзындығы 61, ені 31 см бөлшек қиып, екі жақ шетіне спанбонд тігіп аламыз. Енді осы бөлшегіміздің екі жағынан 12 см-дан белгі жасаймыз. Бір жағынан және екінші жағынан. Жәнегі бірінші белгімізден бір жақ шетіндегі органайзеріміздің астыңғы бөлігінен қыстырғышпен қыстырып қоямыз. Екінші жақ белгісіне екінші шетін белгілеп қоямыз. Орталарын барлығын қыстырғыштармен қыстырып аламыз. Сонда бізге екі белгімен ортасына тура келу керек. Бір жағын осылай белгілеп аламыз. Екінші жағында тура осылай белгінің үстінен қыстырғыштармен қыстырып белгілеп аламыз. Енді осыны тігін машинасында бір-бір қыстырғыштан алып отырып, шетінен тігіп аламыз. Басында және соңғы жағында закрепка жасаймыз. Екінші жағында тура осылай тігіп шығамыз.
екі жағын тігіп алдық. Енді төрт бұрышын тігеміз. Үстіңгі жағынан қыстырғыштармен қыстырып, биіктігін тура дәлдеп аламыз. Тіккен кезде басын үстіңгі жағынан бастаймыз. Закрепка жасауды ұмытпаймыз. Басынан және аяқ жағынан. Осылай төрт бұрышын тігіп шығамыз. Енді осы тігістеріміз әдемі жәнегі тіккен жерлеріміз көрінбей тұру үшін спан понтпен осылай жауып шығамыз. Ең алдымен екі жақ шетін, одан кейін төрт қабырғасын. Мінекей органайзеріміз дайын болды. 8 қалташадан тұрады. Қыздар, сәттілік, міндетті түрде тігіп көріңіздер.